Сәлем достар. Бүгін сөйлеуді дамыту тактилді жүйенің дамуымен тығыз байланысты екендігі туралы сөйлесейік. Тактилді жүйе ең кең сезімтал жүйе болып табылады, өйткені біз теріміз арқылы денемізге қоршаған орта әсерін сезінеміз. Тактилді сезімталдық ол біздің денеміздің температурасын, қысымын, түрлі құрылымын сезінеді. Бұл қабілет біріншіден сөйлеуімізге, біздің физикалық, психикалық жағдайымызға, мінез құлқымызға қатты әсер етеді. Жалпы жоғары және төменгі сезімталдық болады. Төменгі тактилдік сезімталдық мына жағдайларда кездеседі. Егер бала шектен тыс сіздің аяғыңызға отырып алса, сізді түртсе немесе жанасуды қаласа, басқа бөтен балаға қол тигізсе, қатты құшақтап алса, бұл қимылдың басқаға ұнамайтынын сезбейді. Кейде жасы үлкен болса да қолына ұстаған затын дереу аузына апарады. Баланың ауырсыну шегі өте жоғарғы болған жағдайда ол ауырғанын, дене қызуын нашар сезінеді, жарақаттанып қалғанда сезбейді, ыстық затты ұстап алғанында бірден байқамай қалады. Кейде өзіне өзі зиян келтіреді, яғни өзін өзі ұрады. Егер бала тар кеңістікке тығылса, яғни диван артына немесе тар киімді ұнатса, онда төменгі тактилдік сезімталдық басым болады. Төменгі тактилді сезімталдығы бар баладан сөйлеген кезінде аузы толып тұрған сияқты, одан байланыссыз диффузды шашыраңқы сөздер шығады. Бұл өз кезегінде сөйлеудің ритмін бұзады. Төменгі тактилді сезімталдығы бар балада кездесетін кемшіліктер дыбыстардың айтылуында, сөзді ажырата білуде, сөз мағынасын анықтау кезінде қиындықтарға тап болады. Түсіну мен коммуникацияны қиындататын жағдайлар, олар мимиканы, интонацияны, жесті қолдана білмеуі болып саналады. Жоғарғы тактилді сезімталдық төмендегідей жағдайларда байқалады. Олар өзіне қол тигізуге мүмкіндік бермесе, құмсалғышта, шалшықта, бояулар мен ойнағысы келмесе, егер жанасу соншалықты ауыр болса, ол барлық жанасудан аулақ болады. Ол қолғап пен шұлық кигенді ұнатпаса, шашты тарауға және жууға қарсы болса, егер матаға деген аллергиялық реакциясы болса, ол күйзеліске ұшырағанда киімді табандылықпен шешеді. Сол кезде денесінен тер қарқынды бөлінеді де тері киімдегі тігістерді өткір сезінеді. Егер балада туылғаннан шаншу болса, қозғыштық қабілеті жоғары болады. Ол тітіркендіргіштерге өте сезімтал болады. Сонымен қатар баланың көз алдында басқа баланы ренжітсе, онда ол айқай мен соққымен әрекет етуі мүмкін. Бұл басқа жағынан қарағанда жоғарғы тактилді сезімталдығы болғаны. Бұл баланың сөйлеу тілін үзілістер мен кідірістер мен іркілістерге алып келуі мүмкін. Сонымен қатар оны бір тақырыптан екінші тақырыпқа жиі ауысуға келеді. Тактилді сезімталдығы жоғары адам әлеуметтік бейімделуде қиындықтарға кездеседі. Өйткені олар басқа адамдармен жанасқанда және физикалық байланыста болған кезде ыңғайсыздық сезінуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде нәрестенің өмірінің алғашқы жылдарында тактилді сезімталдықтың дамуына назар аударыңыз. Бала тактилді белсенді түрде қабылдай бастағанда, оның сөйлеуі процесі жақсаратынын байқайсыз. Балаға өзіне тәжірибе жасауға рұқсат беріңіз. Ол тамақты стол үстіне, орындыққа жағуға, бүкіл денесін майлауға мүмкіндік беріңіз. Осы әрекеттің арқасында бала тағамның түрлі құрылымы мен температурасына қызығушылық танытып қана қоймай, тағамға деген қызығушылығы оянады. Өмірінің алғашқы жылдарында бала ересектер мен қарым-қатынас кезінде физикалық сезімге өте сезімтал болады. Мысалы, ересек адам баламен сөйлескенде, ән айтқанда, ересек адамның демінен шығатын суық немесе жылы ауа ағынын сезінеді. Сонымен қатар қолы мен бетіне шашыраған сілекей тамшыларын да сезеді. Тактилді сезімталдықты дамыту баланың сөйлеуін дамыту үшін маңызды. Бала тактилді ынталандыруды қабылдаған кезде оның миы ақпаратты өңдейді және жүйке жасушалары арасында байланыс орнатады. Бұл сөйлеу тілінің дамуына ықпал етеді. Сонымен қатар тактилді сезімталдықты дамыту үшін диалог өте маңызды. Баламен ән айтуды әдетке айналдыру қажет. Баланың естігендерінің бәрі түгелдей термен бүкіл денесімен өңделеді. Дыбыс толқындары физикалық деңгейде қабылданады. Баланы анасы кеудесіне жатқызып бесік жырын айту өте тиімді әдіс. Осы кезде сәби тынышталып ұйықтап қалу ықтималдығы жоғары. Тактилді жүйенің дамуы әлеуметтенумен тікелей байланысты. Ол дегеніміз адамдармен қарым-қатынас достық болып табылады. Егер сіз баланың осыған байланысты қиындықтарын байқасаңыз, ол жалғыз бөтен балалармен қарым-қатынас жасауды білмейді.
немесе олардан аулақ болады. Жанжалдаса да осының бәрі тактилдік сезімталдықтың бұзылуы болып саналады. Логопед ленд орталығында біз тактилді сезімталдықтың маңыздылығын түсінеміз. Балалардағы тактилді сезімталдықты дамытуға және жақсартуға көмектесетін арнайы жаттығулар мен әдістерді қолданамыз. Біз сондай-ақ ата-аналарға осы салада қиындықтарға тап болған балалармен жұмыс істеудің дұрыс техникасын үйретеміз. Біздің мамандар тобында сезімталдықтың әртүрлі деңгейлері бар. Балалармен тиімді жұмыс істеу үшін қажетті тәжірибе мен білім бар. Тактилді сезімталдықты дамыту балалардың сөйлеу дағдыларын жақсартудың кілті екенін білеміз. Логопед ленд тобы әр балаға тілді дамытуда өзінің толық әлеуметіне жетуге көмек көрсетеміз. Егер сіздің балаңызда сөйлеу немесе тактилді сезімталдық қиын екенін байқасаңыз, бізге хабарласыңыз. Біз баланы өзіне өз сенімді болуына, қарым-қатынас дағдыларын жақсартуға көмектесеміз.